бар, иә? Біз пайыз тақырыбын өттік. Енді сол кезекшілерден үнемі мына нәрсені талап ететін боламын. Бізде сыныпта жалпы неше оқушы? 22 оқушы, иә? Сыныптың ішінде 22 оқушы. Егер 22 оқушы түгел келсе, біз неше пайыз келеміз? 100% келген боламыз. Ал қазір сыныпта неше оқушы отыр? 19 оқушы отыр, иә? Демек, бұдан кейін сендер маған неше пайыз оқушы отырғанын санап айтып бересіңдер. Әр күннің кезекшісі соны қадағалайды. Ал енді мынаны мысал ретінде шығарайық. Бізде қазір 19 оқушы отыр. Мен қанша пайыз екенін табуым керек. Ол үшін не істеймін? 19 көбейту 100. Бөлу 22. Ал екеуін көбейтемін? 22. Тағы осындай сандар шығып. Сонда менде 86 бүтін 3 деген ағарай сан шығады. Енді мен мынаны жоқ шамамен дөңгелектейтін болсам, қалай дөңгелектейтін едік? 86-тан кейін 3 деген сан тұрса, онда не болады? Дөңгелектеу тақырыбын өткен едік қой біз. 86 пайыз. Не үшін 86 Асылбек? 5-тен аз. Демек, бүгін сыныпқа неше пайыз оқушы келіпті? 86 пайыз. Енді мен бұдан кейін неше оқушы келмеді деп сұрамаймын, неше пайыз оқушы келді деп сұраймын. Түсінікті болды ма? Түсінікті ғой, иә? Күнделікті менің сабағыма кірген кезде мына